Ертеде бір қойшы байдың есігінде 20 жыл қой бағыпты. Күндерде бір күн ел жұртын сағынып, туған-туысқандарына барып қайтуға байдан 5 жылға рұқсат алады. Ол үшін келген соң тағы да 20 жыл байдың қойын бағатын болды. 20 жылғы ақысына бай қойшыға бір саржа мен бір құнан шығар ат береді. Қойшы қуанышы қойнына сыймай еліне қайтады. Қойшы бірнеше күн жүргеннен кейін бір елге келеді. Келсе, ел жұрты жиналып, абдырап, шаршап отыр екен. Сұрастыра, ханның сөзге шебер, көркемдігіне көз таңғалғандай жалғыз қызын бір түнді ұйықтап жатқан жерінен дәу ұрлап кетіпті деп естиді. Хан не істерін білмей, елді ақылдасуға жиған екен. Ханның шабарлары шеттен келген қойшыға мән-жайды айтып, осы дәу алып кеткен қызды тауып әкелген кісіге ханымыз сыйлық береді. Сіз тауып әкеле аласыз ба? Деп сұрайды. Жарайды, іздейін. 6 айлық тамақ даярласын. Қасыма 2 мықты жолдас ертіп, үшеуміз бір күймелі арба берсін дейді. Қойшы аз ойланып. Хан хабарланып, қойшының айтқандарын береді. Үшеуі елден шығып, бірнеше ай жол жүреді. Бір уақыттар болғанда дәулер мекендеген таулы аймаққа келеді. Үшеуі тоқтап, дем алып, тынықпақ болып, орманның арасына түседі, тынығып жатады. Бір күні қойшы барып тоғайдан құс аулап кел деп үлкен жолдасын жібереді. Ол тоғайды аралап, құс таба алмай жүріп, бір жер қыстауға кездеседі. Алдынан мыстан кемпір шығып, сен неге келдің? Қазір осында ергежейлі бар, ол сені өлтіреді, ізіңше кет дейді. Қойшының жолдасы батырсынып, мен одан қорықпаймын деп кете қоймайды. Бір уақытта анадай жерден бойы кіші бір адамның келе жатқанын көреді. Бойы кіші бұны көріп, әй, сен неге келдің? Көрмегеніңді көрсетейін бе? Деп соқтыға кетеді. Қойшының жолдасы әлсіреп, өзінен бірнеше есе кіші ергежейліден таяқ жеп, кері қайтады. Бірақ жолдастарына болған оқиға туралы жақ ашпайды. Екінші күні қойшының жолдасы құс аулауға қолына саржа алып шығады. Тоғайдан ешбір құс таба алмай, алдыңғы күні жолдасы басынан кешірген жағдайға бұл да ұшырайды. Басынан өткен оқиға туралы бұл да ештеңе айтпай, тоғайдан ешбір құс таба алмадым деп келеді. Үшінші күні қолына саржасын алып, қойшының өзі тоғай аралап кетеді. Бұл тоғайды аралап жүріп, бір қаз атып алады. Содан бұл да байқамай, жаңағы жер қыстаудың үстінен шығады. Тағы да мыстан кемпір алдынан шығып, сен тағы келдің бе? Кет, қазір кішкентай келсе сені өлтіреді дейді. Сонда қойшы, мен одан қорықпаймын, саржам бар, онымен келісермін дейді. Солай дегенше мыстан кемпір жоқ болып кетеді де, кішкентай келіп қалады. Кішкентай айғайлап, тағы келдің бе? Тыңдамайды екенсің, деп жұдырығын ала жүгіреді. Ал қойшы, тоқта, келісерміз, саған қонақ ас әкелдім дейді. Кішкентай, кәне, көрсетші, дейді. Қойшы аз ойланып, жүр үйіңе кірейік. Міне, қаз деп, қолындағы қазын береді. Кішкентай бұны ертіп үйіне кіреді. Одан кейін қаздың етін қазанға аса бастайды. Қойшы аңдып отырып, қазан қайнап келе бергенде, кішкентай дәуді көтеріп алып, қазанға салып жібереді де, қақпағын жауып қояды. Тұншығып, ергежейлі өліп кетеді.
Қойшы жер қыстауды аралап, барлық есіктерді ашып қарап жүрсе, бір алтындаған есікте тап болады. Есікті ашса, бөлме ішінде хан қызы отыр. Хан қызы қойшыны көріп, «Қайдан келдің? Бұнда қалай кірдің? Қазір дәу келсе сені өлтіреді», дейді. «Дәуді жайғастырдым. Жүр, әкеңе алып қайтамын. Сен іздеп келдім», дейді қойшы. Қыз киіне бастайды. Қойшыға бір жібек орамал, алтын сақина береді. Бірақ қойшы жер қыстау ішіне ол орамалды ұмытып кетті. Сонымен қойшы мен ханның қызы екеуі тоғайға жолдастарына келе бергенде, қойшының есіне ұмытылған орамал түседі. Қойшы кері кетпек болса, хан қызы «Барма, басқа орамал берейін» дейді. «Маған әуелгі алған орамалым керек», дейді қойшы. Жолдастарына «Мені күте тұрыңдар, тез келемін» деп қайттан кетеді. Жолдастары мақұл деп қала береді. Қойшы жер қыстауға барып, орамалды алады. Дәудің сыбызғысын да алып, жолдастарына қарай кері жүгіреді. Оларға жақындап келе бергенде, жолдастары аттарына қамшы басып, бұған қарамай қаша жөнеледі. Қойшы әрі айғайлап, бері айғайлап, тоқтата алмай, жаяу қалып қояды. Қойшының екі жолдасы хан қызын қорқытып, арбаға отырғызып, өздері қызды ханға тапсырып, жақсы атқа ие болғысы келеді. Жалғыз қалған қойшы тоғайды аралап, сыбызғы тартып жүрсе, іннен бір үлкен дәу шыға келеді. «Кешегі кіші дәуді өлтіріп, сыбызғысын алған сен бе? Кір мына інге» дейді. Қойшы амалсыздан інге кіреді. Ін дегені таудың қуысы болып, дәу қойшыға жылқысын бақтырады. Бір жыл бойы жылқысын жақсы баққан үшін дәу разы болып, «Ертең еліңе, үйіңе жіберемін. Мына кебежені ашып, ондағы заттарды қолыңды тигізіп жүрме» дейді де өзі аңға кетіп қалады. Қойшы дәу кеткен соң, не болса да мейлі деп кебежені ашады. Ашса, іші толған алтын екен. Қойшы жұдырықтай екі алтынды жанына салып алады. Бір уақытта дәу келіп, кебежені ашқан кім деп сұрайды. «Ешкім ашқан жоқ» дейді қойшы. «Ендеше мынау қайдағы алтын?» деп қойшының жанындағы алтынды суырып алады. Дәу бұл ұрлық үшін тағы да 2 жыл жылқы бағуға қалдырады. Күндерде бір күні 2 жылда бітеді. Тағы да дәу бір жаққа барып келмек болып, «Еш нәрсеге тиісуші болма, ертең еліңе қайтарамын» дейді де, өзі бір жерге шығып кетеді. Қойшы айналаға қарап жүрсе, бір бұрышта үйіліп жатқан гауһар тастарға тап болып, біреуін алып, етігінің қонышына тағады. Бір мезгілде дәу келіп заттарын түгендегенде, бір гауһар тасы жоқ болып шығады. Дәу іздеп жүріп, қойшының етігінің қонышынан бұны да тауып алды. Тағы да қойшыны айыптап бір жыл жылқы бақтырды. Енді қойшы мұңайып, шаршап, еш нәрсеге тиместей болды. Бір жылда бітеді. Дәу тағы бір жаққа кетпек болып, «Енді ертең еліңе жіберем, еш нәрсеге тиісуші болма» дейді. Қойшы жарайды деп қалады. Дәу кетеді. Қойшы еш нәрсеге тимей сақтық жасайды. Дәу келіп, заттарын түгендеп, заттары түгел болған соң, разы болып бір шамалы ат пен ескі шилан, ескі белбеу, тот басқан қылыш беріп, еліне қайтарады. Дәу қойшыға, «Жолдастарың кеткелі 4 жыл болды. Олар адасып жүр. Әлі бір жылсыз еліне бара алмайды» дейді де, жүру жолын үйретеді. «Осы арада дария бар. Соның үстінен тіке өт. Қыз берген орамалды көтеріп, қылышыңды бұлғап шап. Сол кезде алдыңнан су үстіне көпір тұрады да,
артыңнан сына берер, еліңе жолдастарыңмен қатарлас жетерсің, дейді. Қойшы атқа мініп, орамалын көтеріп, қылышын бұлғап шаба береді. Дарияның үстінен көпір тұрады да, артынан қирай береді. Аты да жүйрік болып шықты. 3 ай дегенде ханның еліне жетеді. Соңынан жолдастары да жетті. Қойшы келгенін хабарламай, бір үйде қонып жатады. Ертеңіне хан қызы келген соң, елін жинап, үлкен етіп той жасайды. Тойға көп жұрт келеді. Хан сарайындағы алдыңғы топта барып қойшы да отырды. Сол жерде қойшының қолындағы сақинасын көріп, ханның қызы ханға қарап, «Мені дәуден құтқарған мына батыр», дейді. Хан оны естіп, қойшыдан барлық жағдайды сұрап біледі. Қойшы тастап кеткен 2 жолдасын табандарға астырып өлтіртеді. Той болып, ат шаптырып, күрес болады. Ат бәйгесінде қойшының аты озып келіп, бірінші бәйгені алады. Күресте қойшы ханның балуанын жығып абыройлы болады. Той біткен соң, қойшы ханға келіп, «Ал, хан, қызыңды тауып әкелдім. Сыйлығымды бер, жоғалып табылған қызыңды да маған қиярсың», дейді. Хан уәдесінен тайып, «Қызымды қойшыға бере алмаймын, өзімдей ханның ұлына беремін. Басың аман, бәйгеңді алдың, одан артық сыйлық қайда?» дейді. Қойшы ашуланып, «Уәдеңді орында, әйтпесе тұрысатын жеріңді айт», дейді. «Жарайды», дейді хан. Ертеңіне таң атқан соң, майдан басталып, хан жалғыз қойшыға 500 әскерін шығарады. Қойшы орамалын көтеріп, қылышын бұлғап, соғысқа кіреді. Қылышын оңға қарай сілтесе, оң болып, солға қарай сілтесе, сол болып, ханның 500 әскерінің бірін қалдырмай қырып жібереді. Бұны көрген ханның зәресі ұшып, батырлығын танып, қорыққаннан қойшыға қызын береді. Бар байлығының тең жартысын бөліп беріп, бас уәзірі ғып белгілейді екен.